Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу бұл ерлер арасында 70 кг салмаққа дейінгі өтетін тартысты кездесу болмақ. Марокко елінің өкілі Насрат Хакпараст пен оның қарсыласы аргентиналық Эстебан Рибовикс арасында өтетін өте тартысты кездесу болмақ. Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі дерлік аргентиналық Эстебан Рибовиксті фаворит ретінде көріп отыр. Өйткені Эстебан Рибовикстің жалпы бокс стилі мен тік тұрып соғысу стилі, сонымен қатар күрес стилінің де өте жоғары деңгейде екенін білеміз. Эстебан Рибовикстің соңғы кездесуіне тоқталатын болсақ, бұл жауынгер өткен жылы UFC 306 турнирінде мексикалық Дэниел Зелхувермен өткен өте тартысты қан жосаға толы кездесуде төрешілердің шешімімен басым түскен болатын. Ал оның қарсыласы Насрат Хакпарасқа келетін болсақ, бұл жауынгердің джиу-джитсу стилі, күрес стилі, сонымен қатар тік тұрып соғысу деңгейінің өте керемет деңгейде екенін атап өтейік. Өзінің соңғы кездесуінде марокколық жауынгер өткен жылдың маусым айында өткен UFC Fight Night-тардың бірінде американдық Джаред Гордоннан басым түскенін білеміз, достар. Бұл кездесуде менің ойымша аргентиналық Эстебан Рибовикс Насрат Хакпарасты нокаутпен, техникалық нокаутпен, болмаса төрешілердің шешімімен жеңіске жетуі тиіс деп есептеймін.